Мен Қалыбаева Лаура Қансейітқызы, ағылшын тілі пәні мұғалімі. 2020 жылдан бастап педагог зерттеуші санатындамын. 24 жыл педагогикалық тәжірибемнің 20 жылы тамыры терең білім ордасы, киелі шаңырақ, Қарсыбай Спатаев атындағы номері 7-ші IT мектеп лицейіне тиесілі. Өзімді кәсіби тұрғыда тануда, маман ретінде шыңдалуыма, осы іргелі білім ұясының, білікті әріптестерімнің алар орны ерекше. Осы жылдар ішінде мұғалімдіктің қыр-сырына қанығып, мамандықтың мәнін ұғынып, атқарып жатқан ісіміздің салмағын бағамдадым. Мұғалім мамандығының өзіме артқан жүгін абыроймен арқалау ең басты жауапкершілігім. Ағылшын тілі мұғалімі болғандықтан, алдыма қойған мақсат балалардың ақыл-ойын дамытып, білімді игеруге ынтасы мен дағдысын қалыптастыру. Бәсекеге қабілетті, жан-жақты дамыған, жаңаша, тәуелсіз ойлай алатын білімді жас жеткіншектер тәрбиелеу. Қазіргі жаһандану дәуірі ағылшын тілін білетіндердің дәуірі. Техника мен ғылым тілі, өнердің ғаламға танылу кілті де сол тілде. Халқымыз өскісі келсе, ұрпағын өсіргісі келсе, шет тілін меңгеруге бет бұруы дұрыс жол. Ғасыр таңдамайтын, ұлт таңдамайтын қадам. Ал менің ұстаздық тікелей қызметім осы жолда жас буынға ағылшын тілін оқыту. Алайда жеке тұлға ретінде де, ұстаз ретінде де менің айнымас ұстанымым балаға өз ана тілінің мәнін, маңызын, құндылығын сезіндіре отырып, шет тілін меңгеруге жетелеу. Ана тілінің уызына қанбаған жан басқа тілді тек күнелтіс құралы ретінде қолдана алғанына мәз болуы мүмкін. Өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте деген Қадыр ақынның сөзі ұранға айналғалы да жарты ғасырдан асты. Өз ана тілін жетік біліп, өзге тілде еркін сөйлеу, өсуге бағытталған жастың басты сапасының бірі дегім келеді.